Kur'an-ı Kerim'ge жақшы көңіл бұрайлы. Үйімізде Kur'an дайыма жаңырып тұрсын. Үйде Kur'an'da erkeklerдағы, аялдардағы, балдардағы, қыздардағы оқысын. Қайсыл үйде Kur'an оқылса, Аллаху акбар, алар асмандағыларға ушындай жарқылдап тұрады екен, қандай жердегілерге ай, жылдыздар жарқылдағандайча, құдды ушындай жарқылдап тұрады. Ошон үчүн үйүбүздү биз нурлаганды кааласак, телевизор менен эмес, үйүбүздү биз ошо дивандар менен эмес, үйүбүздү коздой турган болсо Kur'an менен коздойлу, Kur'an менен нурлайлы. Ошонун берекесинен үйдө шайтандар, жиндер, сыйкырлар, жамандардын бардыгы чыгып кетет. Алла Субханаху ва Тааланын сүйкүмдүү периштелери, нурдан жаралган периштелери үйгө келет. Анан үйдө береке болот. Үйдө алхамдулилля аз болсо дагы тынч болот. Аз болсо дагы түтүмдүү болот. Аз болсо дагы алхамдулилля Алла Субханаху ва Таала